Ассалаумағалейкум, қымбатты телекөрермен, эфирде спортсмен хабары және оның жүргізушісі мен Алданазардың Ахмет. Бүгінгі шығарылым тайбокс спортына арналмақ. Тайбокс немесе муайтай. Бұл Таиланд елінің жекпе-жек өнері. Тай сөзі еркіннің дуэлі немесе еркін күрес деген мағынаны білдіреді. Муайтай 8 аяқ жекпе-жегі деп аталады. Неге олай дейтін болсақ, мұнда қолмен, аяқпен, шынтақпен, шынешекпен, тіпті діземен де соққы жасауға мүмкіндіктер қарастырылған. Енді бұл спорт түрінің өзге жекпе-жек түрлерінен қандай ерекшеліктері бар? Оны білу үшін тайбокс спортының жаттықтырушысы Батырхан Байкөжековтен сұрап білетін боламыз. Ассалаумағалейкум. Уағалейкум ассалам. Енді бұл спорт түрін ең алдымен таныстыру үшін бұл спорт түрінің тарихы жайлы айтып өтсеңіз. Муайтай немесе тайбокс деп аталады. Екі атауы бар. Тайбокс қазақша атауы, муайтай тайландша атауы. Бұл муайтай тайбокс спорты Таиланд елінде ұлттық спорты. Таиланд елінде 14-15 ғасырларда бастап дами бастаған. Алғашқы шалаң қолмен немесе арқандар ораумен солайнан жұмыс жасалған бастауында. Кейін 20 ғасырларда көптеген елдерде жаймендеп дами бастады. Осы біздің елімізге, Қазақстан мемлекетіне 90 жылдары келе бастады. Ал біздің облысқа қашаннан бастады? Біздің облысқа 2017 жылдан бастап басталды. Мына спорт басқармасының бастығы ол Аким Болжас ағайымыз 2017 жылы жекпе-жек спорт түрлерін аша бастады. Сол кезде тайбокс спорт түрі 1-6 спорт мектебінде бастау алды. Қалила Әлиби деген жігіт бастады 6 спорт мектебінде. Ал біз 2019 жылдан бастап осы нөмір 1 спорт мектебінде жұмыс жасап келеміз. Жалпы енді бұл спорт түріне қызығушылық танытып, осы спорт түрімен айналысам деуші жастар болатын болса, неше жастан бастап қабылдайсыздар неге? Негізінде енді 8-9 жастан бастап қабылдаймыз. Ал неше жасқа дейін? Жасын шектеуі жоқ. Жас ерекшелігін жас ерекшелігі. Тек сол 8-9 жастан бастаймыз. Айналсам деген енді 30 жасқа дейін, 35 жасқа дейін өзінің денсаулығы үшін айналсам деген кісілерге есігіміз ашық. Енді бұл спорт түрі жаңа өзіңіз айтып өттіңіз, қазіргі таңда кең қолданыста, қазір жаймендеп дамып келе жатыр деп. Енді осы спорт түріне біздің қазіргі таңда Қызылорда облыстық спорт басқармасынан қандай қолдаулар, қандай көмектер көрсетіліп жатыр? Енді көмек 17 жылы ашылды. Содан бері жарыстарға шығуға қолдау білдіріп жатыр. Бірнеше турнирлерге, кубоктерге, ел чемпионаттарына қатысып жатыр. Қазір сол 17 жылдан бері 7-8 ел чемпионы болғандары бар. Кубок және турнирлердің жеңімпаздары бар. Енді осы жеңімпаздарға тоқталып өттіңіз. Осы жайында тоқталып өтсек. Жеңімпаздарымыз осы 2017 жылдан бері ашылған спорт түрінде қазіргі күні қандай жетістіктеріміз бар және қанша спортшыларымыз біздің спорт шебері немесе спорт шеберіне үміткер деген секілді. Сіз жаттықтырып жатқан спортшыларыңыз жайлы айтып өтіңізші. Енді біз 2019 жылдан бері жұмыс жасап келеміз. Бірінші спорт мектебінде. Содан бері 6 чемпион Қазақстанымыз бар. 6 ел чемпионы. Чемпионат Қазақстанда бірінші орын алған 6 оқушымыз бар. 12 оқушыдай екінші орынымыз бар. Үшінші орындар 20 орындай бар. Үшінші орын алғандар. Содан бері осындай көрсеткіштер көрсетіп келеміз. Спорт шеберлері бар ма бұл? Спорт шеберіне үміткер нормативін 17 оқушы орындады. Ал әзірге спорт шебері жоқ. Өйткені спорт шебері тек 17 жастан бастап беріледі.
17 жастан бастап Қазақстан чемпионатында бірінші орын алған спортшыға сол кезде ғана спорт шебері атағы берілді. Спорт шебері атағы Қазақстан чемпионы атанса, спорт шебері 17 жастан жастар арасындағы Қазақстаннан немесе ересектер арасындағы Қазақстан ел чемпионатынан тайбокстен бірінші орын алса, спорт шеберінің атағы беріледі. Түсінікті, рахмет. Енді бұл спорт түрінің, жаңа айтып өттік, жекпе-жек өнерінің бір түрі бұл. Жалпы өзге жекпе-жек өнерлерінен қандай ерекшелігі бар? Жалпы тайбокс, муай-тай ерекшелігіне тоқталып өтейікші. Енді тайбокс спорт түрі, қатты спорт түрі. Burada физикалық тұрғыдан және де батылдылығы, шыдамдылығы, намыстылығы, барлығы бірге түйісіп келу керек. Басқа спорт түрлерінен артықшылығы енді жекпе-жек спорт түрі қолмен де соққы жасалады, және де шынтақпен де соққы жасалады, және де земен де соққы жасалады, аяқпен де соққы жасалады. Ыстасып қалған кезде де клинчте жақын қашықтықта аяқпен, қолмен соққы жасау әдістерін қолданылады. Басқа жекпе-жек спорт түрлерінен артықшылығы осыда. Кейбір жекпе-жектерде ажыратып жіберіп, қайттан бастап жатады ғой. Бұлда екі спортшы бір-бірімен ұстасып қалса, ары қарай жаттығу жасай беруге болады. Ары қарай жалғаса береді. Біреуі нокдаун немесе нокаут дейді. Сондай жағдайға жеткенше ортадағы төреші спортшыларды айырмайды. Енді бұл спорт түріне арналған мына киім үлгісі жайлы айтып өтсек. Бұның өзінің арнайы киім үлгісі ғой осы. Муай-тай спорт түрінің осы Қазақстандағы киім үлгісі. Әр облыста осындай шорти майкасымен жасалады. Бұл Алматы облысында Елухан спорт клубында жасалады. Елухан спорт клубы осы Қазақстанда, сол ең бірінші Қазақстанға келген кезде осы муай-тайды бастаған спорт клубы болады. Осы спорт клубында муай-тайдың Қазақстанда ел чемпионатында келетін құрал жабдықтары сол спорт клубте жасалады. Әр облыстың артында, осындай шорти майкасының артында әр облыстың аты жазылады. Мысалы, Қызылорда муай-тайды, мысалы, Атырау муай-тай, Шымкент муай-тай деген сияқты артына өздері жасалып, сөйтіп шығарылады. Енді бұл қазіргі таңда дамып келе жатыр бұл спорт түрі. Біздің облыста бар ма? Облыстың аудандарында бұл спорт түрі қазір жаттығу жасап, бұл спорт түрімен айналысып жатқандар бар ма? Енді сол әзірге қалада екі спорт мектебінде ғана. 6-шы спорт мектебінде немесе 1-ші спорт мектебінде. Ауылдық жерлерде, аудандық жерлерде әлі ашылған жоқ. Осы облыс көлемінде ғана жұмыс жүргізіліп жатыр. Жақсы, түсінікті. Батырхан мырза, түсінікті. Енді жаңа өзіңіз айтып өттіңіз, бұл спорт түріне 8-9 жастан бастап қабылдаймыз деп. Енді осы спорт түріне қызығып келуші жастар, мысалы, осы спорт түрімен айналысам деп келген жастарды, сіздер ең бірінші бойында несіне мән бересіздер? Ол спортшының бойында қандай қасиеттер болу керек бұл спорт түрімен айналысу үшін? Енді ең біріншісіне баланың физикалық тұрғыдан дене пішімін және де сол жағына, дене дайындығына мән береміз. Тайбокс спортына айналысу үшін бірінші физикалық тұрғыдан күш жігері мол болу керек. Және сол жағына көп мән беріп қараймыз келген оқушыларға. Ал егер әлсізде оқушылар болса, онда тайбокс спорт түрімен айналыспағаны дұрыс. Өйткені тайбокс спорт түрі жарақаттар көп спорт түрі. Жиі алатын спорт түрі. Травмный спорт түрі. Сондықтан келген оқушының физикалық тұрғыда дайындығы, дене пішімі жақсы болу керек. Бұл енді уақыт өте келе де шыңдалатын нәрседе болатын шығар. Кейбір мысалы жас спортшыларымыз әлсіздеу болып көрінгеннен кейін осы спорт түріне бейімделіп кетіп жататын. Енді кейбір дарынды да спортшыларымыз бар шығар. Дарынды да спортшылар кездесіп жатыр. Енді келіп қатысып, осы сұрада шыдамды спортшылар
кейін тайбокс спорт түрінде қалып жатады. Ал көбінесе негізі физикалық дайындығы төмен оқушылар көбінесе қайтып кетіп қалып жатады спортымыздан. Демек, бұл спорт түрі асқан бір шыдамдылықты қажет ететін спорт түрі ғой. Асқан шыдамдылықты қажет етеді. Түсінікті. Енді бұл жаңа айтып өттіңіз, атауы тайбокс. Бұл спорт түрімен айналысқан адам өзге де кикбокс немесе бокс сынды спорт түрлеріне жарыстарына қатысуына бола ма жалпы бұл спорт түрінде? Жалпы, тайбокспен айналысқан спортшы бокске де және де кикбокске де қатысуға болады. Екі спорт түріне де қатыса берулеріне болады. Мысалға айтсақ, енді кеше бір оқушымыз бокстен Қазақстан чемпионатына барып, Қазақстан жеңімпазы чемпионы болып келді. Бокс спорт түрінен. Тайбокс спорт түрінің спортшысы бокс спорт түрінен Қазақстан чемпионы атанды, ел чемпионы атанды. Және де Азияға жолдама лицензия алды. Демек, қатыса берсе болады ғой? Қатыса берсе болады. Кикбоксинг жарыстарына да шыға береді. Кикбоксинг жарыстарынан да ел чемпионы болып жүр оқушыларымыз. Ол енді спортшының бір мықтылығына алып келетін шығар, себебі тайбокс спортында тебу бар ғой. Бокс спортымен айналысып жатып, байқамай теуіп қойып жатпай ма екен? Жоқ, біз жаттығу барысында, мысалы, жаттығу 6 күн бойы болады бізде. 6 күнні мысалға 2 күн аптасына 6 рет болады. Аптасына 6 рет болғанда, аптасына 2 күн бірінші бокс, тек қана бокс тапсырмаларын орындаймыз. 2 күн кикбокс тапсырмаларын аяқ қосып орындаймыз. 2 күн тайбокс, шынтақ, колено, тізе. Осылайынан жаттығулардың бәрін кикбокс арнайы сөйтіп қосып жасаймыз, барлығын араластырып. Сондықтан біздің спортшыларымыз бокске де, кикбоксингке де жарыстарына қатыса алады. Бұл спорт түрінің жалпы шығартын ережесін айта өтсеңіз, жалпы жарыс барысы қалай өтеді, сайыстар қалай өтеді деген секілді. Бұл да арнайы бокс алаңында шығады ма спортшыларымыз қалай? Тайбокс енді муайтай спорт түрі, осындай бокстың рингінде шаршаларында өткізіледі. Яғни боксерный рингте жекпе-жектер, жарыстар өткізіледі. Және де Вай Кру деген Таиландтың ұлттық музыкалық спорт түрі. Осы спортшы рингке көтерілгенде сол музыка арқылы көтеріледі. Және де әр раундта рингте, әр раунд сайын Вай Кру музыкасы қосылып тұрады жарыс кезінде, жарыс барысында. Әр раунд 2 минуттан болады. Неше раунд? 3 раунд. 2 минуттан болады. 1 минут аралық демалыс рингте. Және де басына шлем, боксерный капа, тіс қорғағыш, перчатка, бинт, протектор, шорти, майка, накладка, сондай құрал жабдықтармен киініп, тайский муайтайдың формуларымен киініп, ринг алаңында жекпе-жектер, жарыстар өткізіледі. Ал жеңімпаз қалай анықталады? Ұпай саны жағынан ба? Жеңімпаз төрешілердің қапталдағы, рингтің қапталдағы төрешілер арқылы анықталады. Ол жерде енді қолмен және шынтақпен, тіземен соққыларды көбінесе соларға соны
қай оқушы жақсы жұмыс жасады, шынтақпен, тіземен жұмыс жасалды, сол оқушыға Ұпай беріледі. ұпай беріліп, жеңімпаз солайынан анықталады. Жалпы андай бөліну бар ма, ерекшелік бар ма? Қолмен ұрған соққы бір соққы, аяқпен 2 ұпайға бағаланады деген секілді. Әлде барлығы бір ұпаймен бағалана ма? Қалай жалпы? Енді тайбоксте, муайтайда қолмен ұрған соққыларды ондай қатты есепке ала бермейді. Көбінесе аяқпен жасалатын, аяқпен тепкен соққыларды, және де шынтақпен жасалған, және де клинчте жақын қашықтықта тұрып, тіземен, шынтақпен жасалған соққыларға жоғары ұпай беріледі. 3 раундқа жеткізбей уақытынан бұрын да жеңіп жататын спортшылар. Енді тайбоксте көбінесе 3 раунд сирек кездеседі. Өйткені бұл қатты спорт түрі болғандықтан, 2 спортшының біреуі анық екені бірден көрініп тұрады жарыста. Біреуі жоғары екенін. Кімнің физикалық тұрғыда, кімнің техникасы жақсы, сол оқушы бірден басымдылығы көрініп тұрады. Көбінесе бірінші, екінші раундта шешіліп, төрешілердің шешімінсіз жеңімпаз анықталып жатады. Тек жартылай финалдарда, финалдық кездесулерде ғана 3 раунд кездесулер өткізіліп жатады. Ұпай санымен жеңімпаздар анықталып жатады. Ал оған дейін жаңағы сирек кездеседі. Рахмет, түсінікті. Ал егер 2 спортшы да тең дәрежеде, ұпайлары тең дәрежеде түсіп қалса, ол жағдайда не істейді? Ол жағдайда енді қосымша раунд беріледі, экстра раунд дейді. 4-ші раунд, яғни сол қосымша раундта сол арқылы жеңімпазды анықтайды. Ол да 2 минут па, әлде 1 минут? Ол да 2 минут. 2 минут болады. Сол арқылы ұпай санымен анықталады. Рахмет, түсінікті. Енді Батырхан мырза, осы спорт түрімен жалпы мен айналыссам, осы спорт түрін толыққанды қанша уақытта үйреніп шығуға болады? Енді оған кемінде 10-12 жыл керек, одан да көп уақыт керек. Өйткені бұда қолмен де, шынтақпен де, аяқпен де, тіземен де, клинчі бар, бәрін үйреніп меңгеру үшін өте ұзақ уақыт керек. Ол өзіңнің әр спортшының қабілетіне байланысты. Енді жақсы талантты, қабілеті бар спортшы енді 12 немесе одан 15 жылда үйреніп алады. Өйткені бұда әдіс тәсілдер өте көп. Жалпы нақты саны да жоқ дейсіз ғой, қанша әдіс тәсіл түрі бар? Нақты ондай саны да жасалмаған әдіс тәсіл шектеуі жоқ. Рахмет, түсінікті. Енді Батырхан мырза, осы спорт түрін мен үйреніп көрсем, маған үйретсеңіз, енді 10-12 жылға созбай-ақ қояйық, бірақ дегенмен де 1-2 әдіс тәсілін үйреніп, қазір жаттығу алаңына жасап көрсек. Болады, үйренуге. Батырхан мырза, енді ең бірінші неден бастаймыз? Ең бірінші енді назар спортшының тайбокс, бокс, кикбокс, маған айттым ғой, стойкасы 1 деп. Бірінші стойкке тұрамыз, содан кейін 1-2 тура соққы, тіке соққы жасау әдістерін қайталап жасаймыз. Осылайынан қайталаймыз. Тура. 1, 2. Осылай тура. Жаймен қайталаймыз. 1, 2. Бұл ең бастапқы жаттығулар ғой. Бастапқы жаттығулар. Осы ең қажетті тайбокстың, муайтайдың фундаменті десе де болады, былай айтқанда. Ең бірінші баспалдағы. Ең бірінші баспалдағы осы 1-2 тура тіке соққы ұрып үйрену керек. Сол. Одан соң? Одан келесі, енді раз-два соққысын меңгердіңіз ғой енді. Жалпы, үйрендіңіз ғой. Енді аяқпен соққы жасап, осылай дәл осылайын стойкаға тұрамыз, и аяқпен соққы жасап үйренеміз.
иә? Қол стойка. Бұл шынтақпен ұру негізі өте қауіпті соққылардың бірі ғой. Иә, өте қауіпті қатты соққылардың бірі. Иә, бұл егер шынтақ спортшының иегіне тиетін болса, бірден нокдаун немесе нокаут алады. Иә, енді осыны біз лапыда қайталайық. Қазір жаңа үйреткенде енді тура лапыда қайталаймыз алақаншада. Алдын қол сол қол тұрамыз, аяқ бұрамыз астындағы. Хоп, вот, екінші мен қол. Вот, және. Дөп, екті, вот, вот, құламай ағам. Хоп, кепті. Бүгіледі ғой, ә? Кепті, хоп, кепті, мұра қой. Вот, енді түк тағырады. Айналып кетті әкән. Бір соққы жасады. Хоп, шынтақ, итзем. Мына жаққа да солай істеміз бар. Хоп, шынтақ, итзем. Вот, басшы бөлі. Хоп. Bir, iki, üç, dört, bir, iki, üç, hop. Рахмет, түсінікті. Енді осы сіз үйреткен жаттығуларды практикалық тұрғыда пайдаланып көрсек қалай қарайсыз? Көріңіз. Онда бір спортшыны шығарайын. Енді барынша жай бастаған дұрыс шығар, себебі өте адам денсаулығына да қауіп төндіретіндей соққылар екен. Жақсы көрейік. Қымбат телекөрермен, біз дәл қазір жаңа ғана жаттықтырушы үйреткен әдіс тәсілдерді практикалық тұрғыда қолданып көретін боламыз. Ол үшін арнайы шлем дейміз, құрылғыларды киіп алдық. Жаттықтырушымызға өзіңіз түсіндіріп жіберсеңіз, осы толық құрам ғой қазірге? Тайбокс, муайтай спорт түрінде осындай басқа шлем киіп шығады. Аузында және тіс қорғағышы болады. Кеудесінде протектор болады. Кеуде қорғағыш дейді. Қолында шынтаққа киетін наклонник болу керек. И қолында бокс қолбағы, боксерный перчатка дейді. И шорты, и аяғында накладкасы. Бұның барлығы жаңағы ауыр соққылардан сәл-сәл болсын қорғанатын. Ауыр соққылар қатты өтіп кетпеу үшін ғой адамға. Соған осындай құрал жабдықтар керек. Тайбокс, муайтай спортынан жарысқа шығу үшін. Осындай форум үлгісімен шыға алады рингке. Рахмет, түсінікті. Енді сіз үйреткен әдіс тәсілдерді қолданып көрсек, енді ол бізден де бір жақсы бірден әдіс тәсіл жақсы шығады деп айта алмаймыз, бірақ дегенмен де сіз үйреткен көріңіз жаймен деп. Енді біздің бұл спортшымыз тек қана қорғаныста арасында ғана одиночный жеке соққылар ғана жасайды сізге. Қалғаны сіз жаңа ауада орныңызда тұрып мен айтқан әдіс тәсілдерді, жаттығуларды қолдануыңызға болады. Ең бірінші 1-2-ден бастаймыз ба? Ең бірінші, раз-двадан ұрып бокстесіңіз. Аяқ басып секіріп жүріп, қолдан кейін кепсеңіз болады. Сол, дайынсыз ба енді? Дайынбыз. Соққы жасамайсыз, қорғаныс жаттығулар. Енді бокс қолбағын түйістіреміз. Енді бетімізден, тіземізден, тіземен теппейміз, беттен, төменгі жақтан тура теппейміз, аяқтан тебуге болады. Құлап жерге лақтырып жіберген жағдайда стоп командасынан тоқтаймыз. Чок командасынан бастаймыз. Енді қолбақ түйістіреміз. Дайынсыз? Дайынбыз. Чок. Жасың.
Я Батырға мырза, Қалай екен? сіз үйреткен жаттығулар қалай? Жақсы, тамаша, өз орнында бір күндік жаттығуға өте жақсы. Бес деген баға қоямыз. Жақсы деңгейде, жоғары деңгейде. Рахмет, енді сіз үйреткен жаттығуларды барынша ойдағыдай жасап шықтым деп ойлаймын. 10 минуттық көрсеткен әдіс тәсілді жақсы, жаңа ринг барысында практикалық тұрғыда жақсы көрсеттіңіз, жоғары деңгейде. Бізден әуесқой спорт шықпағанмен, былайынша бір адамдай спортпен айналысатын, өзін қорғануға, жаттығуға, үйренуге болады екен. Рахмет. Қымбатты телекөрермен, осымен біздің муай-тай, тайбокс атаулы спорт түрін үйреніп, толыққанды ақпарат бердік деп есептейміз. Келесі жүздескенше аман сау болыңыздар. Дархан мырза, сізге де алдағы уақытта жас спортшыларыңыз биік белестерді бағындырып, Қазақстанның атын әлемге таныта берсін дейміз. Рахмет сіздерге де. Жолдарыңыз.